Баршаңызға сәлем қыздар. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді тапсырысқа жасайтын упи пай тортын әзірлейтін боламыз. Ең алдымен шоколадымыз бен сұйық майымызды водяной баняда немесе микроволновкаға салып ерітіп алатын боламыз. Және де енді бисквитіне осындай жұмыртқамыз бен шекерімізді салып жақсылап миксерлейтін боламыз. Және де миксерлеп болғаннан кейін осы жылы температурада, ыстықтай құймаймыз, жылы температурада шоколадымызды құятын боламыз. Және тағы да миксерлейтін боламыз. Содан кейін үстіне ұнды какао разрыхлитель салып, жақсылап тағы да миксерлейтін боламыз. Дайын болған тестамызды осындай пергамент қағазына төсеп, менікі 22 сантиметр осы кольцода істедім. Сіздерде осылай істесеңіздер болады. Маған осылай жайып шыққан өте ыңғайлы. Сол себептен де өздеріңізге ыңғайлы жағын жасап алсаңыздар болады. Осы тестадан негізінде 4 корж шығады. Биік, өте дәмді. Мен қазір осылай кезек-кезегімен пісіріп шықтым барлығын. 180 градуста 7-8 минутта пісіп шығады. Енді креміне сливкимізді 33-34% сливкимізбен творожный сыр, сахарный пудрамызды жақсылап бірге қосып миксерлейміз. Ол жаңа видеоға түспей қалыпты. Видеода көрсетілгендей етіп, әдемелеп осылай шариктер жасап шығатын боламыз. Өте оңай жасалуы. Осылай бір-бірінің үстіне қаптап жасап шығатын боламыз. Енді үстіне ганашымызды дайындаймыз. Оған шоколадымыз бенен сары майымызды салып ерітсек болады. Сары май жоқ болатын болса, сливкимізді салсақ болады. Енді бетін өздеріңіз қалағанша оформление жасасаңыздар болады. Мен осылай жасадым. Астарыңыз дәмді болсын. Өте тапсырысқа жасасаңыздар да болады. Оригинал рецепт. Ұнаса маған лайк басып, пікір қалдырып